Қойдың жауы тек қана қойға емес, ешкіге де не алады. Ешкіні ұрыққа, екі ешкіні ұрыққа деп алған лақтарын. Сөйтсем бұл екеуі де құрттап кетіпті сиетін жерлері. Так что проблема не только қыздарда, ол еще и балдарда болады. Қазір шыға берсін құрттар. Осылай. Мұнаңкіде сиетін жері. Ішінде құрттар бар. Шығып жатыр. Екі тоқал теке ұрықтыққа деп алғаным. Не, бұлар жұмыс істемей жүр десем, сөйтсем бұлар әжубайларына шыбын қондырған екен ғой. Шыбын келеді да, бұл қаяқтан құрт пайда болады десеңдер, шыбынның тұқымы ғой. Шыбын келіп, тұқымын шашып кетеді отырған жерге. Қай жер сулы болып тұрады, денесі ашық болады, сол жерге тұқымын шашып кетеді. Сөйтіп сол жерге жабысқан, ана ет құрттайды ғой. Етті құрттаған сияқты бұл да сол. Тур сол құрттар осы. Келіп тірідей қойға құрттап, кейбір құлаққа ен саған кезде құлақтарды құрттайды. Бір қойым бар, көзі құрттап жүр. Оны анақта емдеп жатырмын. Қамап қойғам, бір көзіне құрттап кеткен ғой. Сондай. Қазір енді ары қарай дальше обработка істеймін. Енді уже тур сол сияқты, қойдың сияқты. Қойға қалай жасадық, соған бұғанда солай бәрін істеп шығамыз. Бәрін контрольный өткізіп жатырмын. Қамап қойып тар қораға, ары бері жүгіртіп, шұбыртып. Сол. Құрметті көрермен, видеома ұнаса лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдырыңыздар. Қандай бұдан да жақсы әдістер болса, оны айтыңыздар. Оғанда біз не қыламыз, тыңдаймыз, әрекет жасаймыз. Мен малмен айналысқаныма 4 жыл болып жатыр. 3 жылмен 4 жыл кетіп бара жатыр. Сол себептен біз естігенді, көргенді үйреніп, ары қарай өзіміз қосып, менің әкем малды қыдыр болған. Кішкентай кезімізден үйде малды емдеп, малдың бәріне қарап жүретінім. Сол енді соны қолға алып, мал шаруашылығын дамытып жатырық қазақтың даласында. Қазақтың тастап кеткен ауылында, заброшенный ауылда кезінде мен алғам. Өткен кезде көрсетіп тұрған мына шеткі үй біздікі, мына қоралар біздікі. Сол қазақтың даласында, қазақтың ата-бабамыздан келе жатқан шаруашылықты дамытайын деп жаңа технологиялар пайдаланамыз, Құдай қаласа. Соның бәрін әрекет істеп жатырық.